Көрінеді ме балалар? Сендерге рахмет. Мына шыққан балаларға не? Былай бағалап шығамын. Керемет, Жазира дұрыс айттың. Ерсін дұрыс, жарайсың. Нұрашқын. Аяулым жарайсың. Не бұл? Саған беріп қалды. Аяулым дұрыс шешті. Құрмет дұрыс. Демек, жарайсыңдар балалар. Бірінші тапсырманы дұрыс орындадың. Енді келесі тапсырмаға топтық ережелер әдемі топтық отырамыз балалар. Сырымның атасының екінші тапсырмасы бізге берілген. Есеп құрастыру әдісі екен. Есеп құрастыру әдісінде мен сендерге бір после қорғау топтық жұмыстар бар бұл. Әр топ өздерін топтаса отырып, тапсырманы оқиды. Toppen arkalasam жақсы. Tez bara qo'y. 5 sekundning içinde жылдамдатамыз. Соңына тез сұрақ. Орақ мен өстәбе кеселесі. Уақыттарын бітті. Әрбірді бұлаттары уақыт сонымен жауап бар ма? Бірінші ғасыр. Сенімдісің ба? Жауабың дұрыс екеніне сенімдісің ба? Сол және мүмкіндік аласың. Бұл дейсіз. Жауабың дұрыс пен нақты сенімді, болмаса мен және бір мүмкіндік аламын. Сенімдімін. Ендеше тақтадан дұрыс жауабы. Қожахмет Яссауи кесенесі 12-ші ғасырда салынып, 14-ші ғасырдың басы мен 15-ші ғасырдың аяғында қайтадан өмірге түскен екен. Сонымен сендерге ешқандай баға жоқ. Келесі топ аңыз деді. Аңыз деді. Келе қойыңдар. Аңыз деді бір оқушы. Жылдамдатамыз. Сен айналды. Оқимыз. Түркістан қаласындағы кесене қалай аталады? Қожа Ахмет Яссауи. Білеміз-ау деймін, не жансая, қуанып кеткеннен күліш жеріміздің жағы. Жақсы.
If you sleepy, 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 thinking up. If you sleepy, 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 thinking up, thinking up. If you sleepy, 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 thinking up. If you happy, 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 clap your hands. If you happy, 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 clap your hands. If you happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you happy, 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 clap your hands, clap your hands. Koyulardan tutsak da. Айтпақшы, атам қайда, балалар қайда, балалардың әкесі қайда, шайға шақырсақшы. Қазір апа. Айтпақшы апа, бүгін оқудағы немереңіз Нұрлан келе жатыр екен. Қолым-ау, қазір сағындым ғой, қай уақытта келеді екен. Қазір келіп қалады-ау. О, мінекей, кім білсін сол келеді дейді. Амансыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Айналайын құлыным, аманмын. Айтпақшы, атаңмен амандастың ба? Жоқ әже, атаммен әлі амандаспадым. Құлыным-ау, қазақ халқында қартын сыйласаң, елдің салтын сыйла дана сөз бар емес пе? Осы үйдің қазыналы қарты атаңмен амандас. Сөзіңіз орынды екен әже. Бұдан былай есте болсын. Балалық сезім жеңіп, қателесіп қалыппын. Бұдан былай қателік жібермеймін. Онда мен атаммен әкеммен амандасып, оларды шайға шақырып қайтайын. Сөйте ғой құлыным. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Арғол балам, қашан келдің? Қазір келдім ата. Сіздерді әжем шайға шақырып жатыр. Жүріңіздер. Жай қой онда. Тоқтай қой қызым. Қазақта қыз бала үлкеннің алдын кеспейді, мынауың ерсі ғой. Кешіріңіз әке, екінші қайталанбайды. Şimdi бәріміз бар дастархан басып шай ішейік. Бұларың не? Үйге қарай жүгіруге болмайды ғой. Адай, сен осы үйдің бойжеткен қызсың ғой. Олай істеуге болмайды. Анашым, кешіріңізші, біз ойнап келе жатыр едік. Кешіріңіз апа, екінші қайталанбайды. Ей балам, олай түрге отырғыз. Қыз баланы қосуға отырғызуға болмайды. Неге ата? Құралай күнде төрге отырады ғой, бүгін семен отырсам болмай ма? Балам, қазақ халқының қыз балаға деген құрметі ерекше. Қыз баланы төрге отырғыз, төбеге сыйла дейді. Себебі қызда қырық шақты бағыт бар. Қыз жұртты қыздың әбелеп, еркелетіп өсірсең, шаңырақта бақыттың жығы қалады. Түсіндің бе балам? Түсіндім ата. Ата, Құралай есік жаққа отырса не болады? Ол сұрақ балам. Қызда оттай ыстық, шаңырағын мейірімге бөлейтіндей. Менде жетім шуақ бар, дейді ата бабам. 12-де бүгін артымнан басады, осы ақылы отырғызған. Табалдырықтан соңғы қызға, есіктен сығалаған көзбен сөз, сол мейірімді ойлайды. Құралайдың да жолды табар, киіз сахара басшылы, ол кезде дастархан басын табар балам. Түсіндің бе? Түсіндім ата. Құралай, сен мені кешір, сенің орның төлі екен. Айналайын, ақылды мен. Құралай қызым, Нұржан қызым, ұлтымызда ұяда не көрсең, шана соны көресің деген дана сөз бар. Үлкендердің сөздерін мәңгі есіктеріне сақтап жүріңдер. Иә, дұрыс айтасыңдар. Қазақ халқы отбасында әдепсіз болма, арсыз болма. Үлкенді сыйла деп баласының құлағына құйып өсірген ғой. Расында да, ата-бабамыздан қалған асыл мұраны құрметтеу. Жоғалғанды жаңғырту, қайта жаңарту, болашақ ұрпақтың өз қолында. Ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, адалдық, әділеттілік, мейірімділік сезімдері, озық дәстүрдің үлгісі. Балаларым, отбасы адамзат бесін тербеткен, баланың басы жасын. Қазақ отбасында әуелі әке, одан кейін шеше, олар жаңа мектебінің ұстаздары болады. Әке мен шешенің
балаға қоятын ең бірінші талап баланың әдепті бала, білімді бала болуы. Ал енді бастапқы батаға берекемен басқарып, бірінші таңдарда білім мен біледі, жастарды соққан жүрегім, туысты жақсы білемін, бақытты жастар болыңдар, қабыл болсын тілегім. Бір болса жұмысқа баратындар жұмысына барсын, сабаққа баратындар сабағына барсын. Уақыттарын болып қалған шығар. Сабақтарын жақсы оқыңдар. Әлемдік жаһандану үрдісіне қадам басқан жаңа ғасырда еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар саналыда білімді, дінін, тілін, мәдениетін, тарихын мейлінше сақтап қалуға әрекет ету ол біздің басты мақсатымыз. Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын деп, өткен ғасырдың ұлы тұлғасы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, баланың болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса, еліміздің болашағы зор болмақ. Енді сіздермен бүгінгі көргендеріңіз бойынша ойларыңызды бөліссеңіздер деп, қазір бүгінгі мен сабақ өткен ұстаздарды осы жерге шақырайын. Осы сәтті пайдаланып, сіздердің барлықтарыңызды алда келе жатқан 8 наурыз аналар мерекесімен құттықтағым келеді. Сіздердің осы әр отбасыда аналардың ұйытқысымен жанданып жатады. Мейірі, махаббаты іркілмеген, ана болып, ару болып үлпілдеген, алдияр әйел жұрт айналайын, әрбір таң атсын сенің күлкіңменен деп, сіздердің күлкілеріңізбен әрбір таң ата берсін. Барлықтарыңызды алда келе жатқан 8 наурыз аналар мерекесімен құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, мынау алдарыңызда тұрған бүгінгі біздің мектебіміздің жағдайын көрдіңіздер, ыңғайластырылған мектеп, сонда да болса барымызды көрсетейік.